Қоғамдық сананы жаңғырту тұрғысынан мәдени мұраны зерттеу, көне жәдігерлер мен құнды жазбаларды көздің қарашығындай сақтай білу маңызды. Осы міндетті орындау үшін қазір музей саласын ақпараттандыру, яғни цифрландыру қолға алынып жатыр. Күні кеше қаламызға Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының кітапханасының мамандары келіп ақпараттандыру бойынша тәжірибелермен бөлісті. Кешегі мәдениет пен тарихтың құнды ескерткіштерін жинау, сақтау бір міндет болса, ол мұраларды жүйелеп, халық игілігіне сауатты түрде ұсына білу басқа мәселе. Қазір мәдениет министрлігі алдындағы басты міндеттердің бірі де осы. Елордамыздағы тұңғыш президент кітапханасының мамандары да осы мақсатта өңірімізге келіп, музей, мұрағат және кітапхана қызметкерлері үшін ғылыми тәжірибелермен бөлісті. Мұраларды цифрландырудың негізгі міндеті қажетті ақпаратты іздеу алгоритмін жеңілдету. Ол үшін арнайы ақпараттық база құрып, музей мұраларының тізімін енгізу қажет. Сондай-ақ жәдігерлерді алыс аймақтардағы тұрғындарға немесе шетелдік қонақтарға таныстыру үшін сканерлеп, электронды нұсқасын дайындауға болады. Енді біздің тәжірибеге сүйенетін болсақ, осы елбасы кітапханасының музей қоры 11 мыңнан астам сақтан бірлік толығыменен қазір цифрландырды. Әр материалды біз сканерден өткізіп, фотоға түсіріп, оның сипаттамасын жазып, сосын электрондық жүйеге оны енгіземіз. Ақпараттық жүйеге кіріп, кез келген жәдігерді немесе көрмеге шығаратын құнды ескерткішті анықтап, тез табуға болады. Бұл жобамен жамбылдық мәдениет саласының қызметкерлері де танысты. Алдағы уақытта музей саласын ақпараттандыру тақырыбындағы семинарлар еліміздің өзге өңірлерінде де жүргізіледі. Ақсәуле Абытай, Санат Аралбек, Жеті Ньюс.